Мемлекетіміздің экономикалық өркендеуі білімді ұрпақтың қолында. Осыған орай мектептің негізгі міндеті оқушыларға сапалы білім берумен бірге табиғатты сүюге және кәсіптік бағдар беруге тәрбиелеу. Жасыл ел бағдарламасы жастарды еңбекке баулу, қоршаған орта, табиғатты аялау және отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатын көздейді. Осы бағытта біздің Сұлтан Ошанов атындағы орта жалпы білім беретін мектепте жүйелі жұмыс жолға қойылып, жаратылыстану, биология, технология пәндеріне берілген теориялық білімді оқушылар практикада қолданып өз нәтижесін беруде. Мектебімізде мектеп жанындағы жылыжай мен мектептің оқу тәжірибе үлескісі мектеп оқушыларына экологиялық тәрбие беру, қоршаған ортаны қорғауға, табиғатқа деген сүйіспеншілігін, танымдық белсенділігін арттыру, мектепті көгалдандыру мақсатында арнайы жасақталған жұмыс жоспарымен жұмыстанып келеді. Мектебіміздегі жылыжай 2012 жылы құрылды. Оның жалпы ауданы 75 метр квадрат. Жылыжайдың іргетасы цементтелген, терезесі мен керегесі әйнектелген. Жылыжай өзінше жасыл зертхана болып есептеледі. Мектеп жылыжайы үйірмелер жүргізуге өте қолайлы орын. Мектеп жылыжайының мақсаты оқу үрдісін керекті өсімдіктермен қамтамасыз ету, түрлі тәжірибелер жасай отырып, ғылыми жұмыстар жүргізу арқылы тірі ағзалардың құпия сырларын ашу. Жылыжайда зертханалық, сарамалдық жұмыстар жүргізу. Мектеп оқушылары жыл сайын экологиялық тақырыптарға қатысты өтетін байқауларға қатысып, жүлделі орындар иеленіп жүр. Соның бірі осы оқу жылында зерттеу жобасының облыстық кезеңінде 7-ші сынып оқушысы Кенжемұрат Әдемі биология пәні бойынша жылыжайдағы қияр өсімдігі атты жобасы 2-ші орын иеленді. Мектеп жылыжайындағы астауларға қастамақ, шырайгүл, бархыт гүлі, астра, канна өсімдіктері егіліп, көктем айында мектеп ауласына отырғызылады. 2021 жылдың ақпан айынан бастап құрылған эко-мектеп жобасы аясында өткен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына 30 бөлме өсімдігі акциясына ата-аналар, оқушылар, мектеп түлектері, мұғалімдер белсене қатысты. Жыл сайын оқушыларды қоршаған орта байлығын бағалауға, табиғатты қорғау қызметіне және өз өлкесінің экологиялық жағдайын түзетуге атсалысуға қатыстыру және жасыл даму бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында саябақтар шеруі, жер біздің үйіміз тағы да басқа акцияларға үлесімізді қосудамыз. Акция аясында мектеп ауласында жұпар гүлдер, көктерек, қайын, қарағай, қарағаш, шүйдек тағы да басқа көшеттер отырғызылды. Акция аясында тазалық жұмыстарын жүргізіп, ағаш түптерін қопсытып, тазалық жұмыстары жүргізілуде. Жазғы еңбек практикасына жаратылыстану пәндерінен алған теориялық білімді өмірмен, практикамен байланыстыруда маңызы зор. Оқу тәжірибе үлескесінде жылдық жоспарға сәйкес оқушылар біліміне қажетті тәжірибелер жасалып, күнделіктер жүргізіліп, қорытындылар жасалады. жылыжайы мен оқу тәжірибе үлескесіндегі жұмыстар оқушылардың болашақ мамандықты таңдауына да ықпалын тигізуде. Бұған көптеген мектеп түлектерінің ауыл шаруашылығына, агрономия, экология, биолог мамандар даярлайтын жоғары оқу орындарына баруы дәлел.
Мектеп жанындағы үздік оқу тәжірибе үлескесі мектеп жылыжайы атты аудандық облыстық сырттай байқауға қатысып, өз жұмысымызды көрсеттік және облыстық білім басқармасының мадақтама қағазымен жыл сайын марапатталудамыз. Экологиялық білімді бойына сіңіре білген әрбір азамат болашақта қоршаған ортаны сақтауға, ластамауға тырысады, жанашырлықпен қарайды деп Жасыл ел бағдарламасын басшылыққа ала отырып іске асырудамыз.